жасырар жоқ, бұғанға дейін мен бүкіл қазақ тілді аудиториядан гөрі сол ағылшын тілді аудитория, ағылшынның зерттелмендері, американ саясаткерлері, журналистері, мынау Канада, Еуропаның сол күні түні солай. Тіпті ең соңында мына диплом жазатын магистрлер мен докторларға материал дайындап беріп, олар мынау Шыңжаң, Шығыс Түркістандағы геноцид туралы жазамыз деп, соларға материал дайындаймын деп жаңағы кіріп кеттік қой. Олар сұрайды, мен жауап беремін. Сосын ана қандай дейді, күйеуінен айырылған әйел дейді, іздеймін, 100 әйелді беремін. Әйелінен айырылған күйеу еркек дейді, оны беремін. Екі ата-анасының екеуінен айырылған дейді, оны беремін. Сөйтіп өзі қарап отырсақ телефон жаңағы 3-4 телефон отырып аласың да, қарап отырсаң дыбыс демеген сияқтысың. Соны кеште бар мен бүгін не істедім деп, Абай атам айтқандай, әркім өзінен кем дегенде жұмасында бір есеп алсыншы деп, өз-өзіне бүйтіп есеп алсам, мына жаңағы англиялық докторанттың жаңағы докторантурасынан көмектескен, анау бір американ зерттеушіге отырып алып 2 сағат сұхбат берген, мынау бір канадалық ақпаратшыға, журналшыға оған сұхбат берген, анда бір жерде бір жарым сағаттық конференцияға қатынасқан, мында мына жердің біреуі бір мақаласында Шығыс Түркістан, Шыңжаң туралы бір өзгертулерді көрші бір қосып жіберетін ақпаратың бар ма десе, оған бір түзету енгізіп берген. Әшейін бір күнде болып, жаңағы кештегі ауыз ашарға келгенде екі аяғым дірілдеп, екі тізем дірілдеп, кәдімгідей бір кетпей шауып қара жұмыс істеп, отын арқалап жүрген адамнан арман дір-дір етіп, екіншіден кейін жаңа шам болар болмас кезде әрең жетемін ғой, әрең жетемін. Құдайдан қорыққаннан, мына қасиетті Рамазандағы оразаны парыз дегеннен кейін Құдайдан қорыққаннан ұстайсың да, ол дүниеден жәннаттан үмітіміз бар. Жас болса біраз жерге барып қалды, қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек деген өлеңін жазғанда Абай 44 жас екен. Мен сол Абай өзінің қартайдық деген жастан мен 2 жас астым қазір. Біз тіпті қартайып кеттік әуелі. Сол сияқты жаңағы жасымызға жетпей ерте қартайып, ол дүниеден енді бұл дүниеден қызық көрмедік қой, жалаға ұшырадық, қорлық көрдік, тепкі көрдік, өсекті көрдік, қудалап жаңағы алды-артымыздан жаңағы түк қоймай өстіді ғой енді деп, өне бойын толған жаңағы жара былайша айтқан кезде, жүрегінің сау-тамтығын қалмаған, өңкей бәлеқор, жалақор қалың қазақ. Тіпті 2020 біз кеткелі жатқанда 2 қылмыстық іс қозғалып, ол жетпейді деп Қазыбек Иса 10 000 қазақтың қолын жинапты ғой. Өткенде соны американдарға айтып бергенде аң-таң қалады. Сонда 100 000 қазақ қол қойса сені соттаймын ба дейді. Ол дедім, мына жүйе алдымен сені соттауға ниетті, алдымен ар жағынан шешіп қойған, сен қылмыстысың ба, қылмыссызсың ба, маңызды емес. Сені соттауға шешім шығарып қойған. Енді соны мына аңқау, өзі надан, өзі саяси сауаты кем, өзі әділетшіл емес, бірақ әйтеуір ар жағында бір қазақылығы ғана қалған қарапайым халыққа енді түсіндіру керек. Ол оңбаған болатын, біз соттадық, міне қарадың ба, өңкей ығай мен сығай, әулие мен әмбие 10 000 қазақ. Ол 10 000 қазақ кім? Ол советтен қалған кешегі. Оның үстіне биліктің майлы жілігін сорып отырған, итаяқтың шетінен алып келіп жаңағы жуынды ішкіздіп, астына мықты жіп мінгізіп, 4 тоқан алуына жететін айлық беріп, жаңағы Алматының Астананың шетіндегі 1 гектар жерді алады да 2000 теңге кассаға төлетіп, 2-ақ күннің ішінде оны ИЖС, яғни қалалық жерге айналдырады да, сосын 4 сотық 6 сотықтан бөліп сата қойып, 1-ақ күнде миллионер жасалған қалың қазақ. Яғни итаяқтан жуынды ішкен, жуандаған, семірген, біреу дінді ұстанған, біреу журналист, біреу сатирик, біреу ақын, біреу жазушы, біреу жорналшы, біреудің газеті бар, біреудің партиясы бар, біреу ана телеканалда, біреу мына телеканалда. Әшейін болды, қарын тоқ болды, өтірік ұлтшыл, өтірік не. Оларға жаңа жоғарыдан тапсырма келді, қайты, ой міне біреу қаңғырлап, Қытай деп миды аштырып жіберді ғой, болды соттандашы деп. Соттай салды, оған сен обалсың ба, анау жаққа барғанда, анау шексіз құдірет иесіне барғанда не деп жауап береді, ол оған қызық емес.